Жағымсыз, жауыз, қанішер, қатыгез кейіпкер. Бала күніміздегі танымал фильмдердегі бұл актер осындай кейіпте есте қалды. Ал ол шын мәнінде қандай адам? Бүгінгі шығарылым қытайлық бодибилдер, жекпе-жек шебері, актер әрі режиссер-продюсер Боло Йен туралы болмақ. Ол неге кейінгі уақытта көрінбей кетті? Брюс Лидің досы Жан-Клод Ван Дамнан неліктен жасқанған? Алып күш иесі карьерасында қанша табыс тапты? Бұл сұрақтардың жауабын осы видеодан білесіз. Алдымен арнаға тіркеліп, пікір қалдыра кетіңіз. Янсы 1946 жылы 3 шілдеде Қытайдың Гуандун провинциясына қарасты Мэйсян ауданында дүниеге келген. Жергілікті кәсіпкер мен қарапайым үй күтушісінің жалғыз баласы болған. Ян 10 жасынан бастап Гуанчжоу қаласында бірнеше жаттықтырушыдан кунг-фу өнерін үйрене бастаған. Түрлі техникаларды аз уақытта меңгеріп, еңбекқорлығымен, төзімділігімен өзгелерден ерекшеленген. Сондай-ақ Янсы бір кездері каратэмен де айналысып, сол саладағы танымал журналдардың бетіне суреті де шыққан. Алайда ол таэквондо, винчун, тайчи спорт түрлерін жетік меңгерген шығыс жекпе-жегі шебері ретінде танымалдыққа ие болды. Есейе келе ауыр атлетика және бодибилдингпен де шұғылданды. Тіпті көптеген жарыстарда жеңімпаз атанып үлгерді. Дегенмен, коммунистік Қытайда өз шеберлігін шыңдауға мүмкіндік аз болды. Осылайша Ян 1960 жылдары Гонконгке қоныс аударады. Мұнда жас атлет жеке мектебін ашып, шәкірт тәрбиелеуге көшеді. Ал 1970 жылы бодибилдинг бойынша Гонконг мистері чемпионатын жеңеді және бұл атақты 10 жылдай сақтап қалады. Кейін оны Гонконгтағы ең ірі әрі танымал киностудия Шоу ағайындылар студиясы байқап, жұмыс істеуге шақырады. Ол мұнда бірнеше фильмге түсіп, жақсы қырынан көрінеді. Актерлық карьерасындағы алғашқы қадамдарын сәтті бастайды. Бірақ белгісіз себептерге байланысты 1973 жылы бұл студиямен келісімді тоқтатады. Әрі қарай Шығыс Геркулесі атты кинокартинада бағын сынайды. Аталған фильмде жекпе-жек сахналарын қоюшы ретінде Джеки Чан да жұмыс істеген. Осы кинотуындының арқасында Янсы қытайлық Геркулес атанып кетеді. Айтпақшы, бұған дейін ол темекі жарнамасының түсірілімінде Брюс Лимен де танысады. Таныстық достық қарым-қатынасқа ұласып, 1972 жылы Брюс Ли оны Гонконг пен ақш бірігіп түсірген «Выход дракона» фильміне шақырады. Бұл туынды көрерменге 1973 жылы ұсынылды. Түсіріліміне $850 мың ғана жұмсалған картина $400 миллион табыс әкеледі. Бұл фильм көпшіліктің көңілінен шығады және көрермен қатарында шығыс жекпе-жегіне деген қызығушылық артады. Ең бастысы, фильм арқылы Янсы Боло Йен атымен көпшілікке танылды және бұл лақабат карьерасының өркендеуіне айрықша септігін тигізді. Алайда Боло Йен мен Брюс Лидің алға қойған көп жоспарлары орындалмайды, себебі аталған кинокартинаның премьерасына бірнеше күн қалғанда Брюс Ли өмірден өтеді. Ал Боло Йеннің Америкаға қоныс аударам деген мақсаты сол күйі орындалмайды. Ол жергілікті кішігірім фильмдерге түсуді жалғастырады. Кейін актерлықтан бөлек өзін режиссер ретінде де сынап көреді. Ал 1980 жылдан бастап Боло Джеки Чанмен бірге «Бесстрашный мастер», «Мастера убийцы» фильмдерімен өзге де картиналарға түсіп, кәсіби шеберлігін арттыра береді. Ал Болоны әлемге танытқан фильм әрине америкалық «Кровавый спорт». Баршаңызға белгілі, бұл фильмде Боло Жан-Клод Ван Дамның басты қарсыласы болады. Туынды 1988 жылы жарық көрді. Бұл фильм әлемге кеңінен таралып, мол табыс әкеледі. Дегенмен көрермен тарапынан сыни пікірлер де көп айтылды. Тіпті ондағы басты жұлдыз Ван Дам емес, Боло Йен дегендер де болды. Сену қиын, бірақ Жан-Клод Ван Дам жас кезінде қытайлық жекпе-жек шеберінің техникасы мен дене бітіміне қатты қызыққан көрінеді. Сондықтан өзінің кумирімен бірге жұмыс істей алатынына алғашында аса сене қоймаған. Оның үстіне Ван Дам түсірілім кезінде Болоның қабырғасын сындырып, ауыр жарақаттаған. Соған қарамастан бұдан кейін де Ван Дам Болоны $25 мың гонорарға «Двойной удар» фильмінде бірге жұмыс істеуге шақырады. Бірақ Боло алғашында бас тартқысы келеді, себебі әріптесінің кесірінен тағы
жарақат алғысы келмейді. Дегенмен ойлана келе көп ұзамай ұсынысқа келісім беріп, фильмде Мунның рөлін сомдайды. Боло 1996 жылы «Сильнейший удар 2», одан кейін «Коготь тигра 2» фильмдеріне түскеннен кейін кинокарьерасын тоқтатады. Біраз үзілістен кейін, нақтырақ айтсақ, 10 жылдан кейін ол өз көрермендерімен қайта қауышты. Қазақстан мен ақш бірлесіп түсірген «Ближний бой» фильмінде жаттықтырушы рөлін сомдады. Аталған картина 2007 жылы жабық кинофестивальдерде көрсетілгенімен дистрибьютор табылмады. Сондықтан туынды ешбір елде прокатқа шығарылмады. Тек бірнеше жылдан кейін желіде ғана жарық көрді. Боло Йен бұл уақытта Гонконг жаттығу залдары қауымдастығының төрағасы міндетін және Тайбэй халықаралық бодибилдинг қауымдастығының бас менеджері қызметін бірге атқарып жүреді. 2010 жылы тағы да қазақстандық кино өндірушілермен бірлесіп «Весь мир у наших ног» кинотуындысына түседі. Бұл фильм әлемдік прокатқа 2015 жылы шығады. Осы уақыт шамасында Боло кішігірім фильмдерге түсіп, кейін шоу-бизнестен алыстайды. Алайда жуырда ақш, Германия және Түркия мамандары өндірген Аферез экшн драмасында көрінуі мүмкін, бірақ кинокартинаның нақты қай уақытта көрерменге жол тартатыны белгісіз. Жалпы Боло Йен өз карьерасында $1,5 миллион табыс тапқан. Бізге белгілі ақпаратқа сәйкес, оның Калифорнияның Монтерей Парк қаласында зәулім үйі бар. Мұнда 2018 жылы көшіп барған. Көпшілікке оның бір ғана көлігі, $49 мың тұратын Audi A3 кабриолеті бар екендігі мәлім. Бүгінде Боло 77 жаста. Соған қарамастан физикалық жағдайы әлі де қалпында. Себебі бүгінге дейін күнделікті 2 сағатын жаттығуға арнайды және темекі шекпейді, алкогольді ішімдіктерді мүлдем қолданбайды. Боло Йен карьерасында тек жағымсыз рөлдерді сомдады. Сонысымен де көпшілікке танылды және аталған образдарды ғана сомдауға өзінің түр-тұрпаты келетінін жақсы біледі. Дегенмен шынайы өмірде өзі сомдаған кейіпкерлерге мүлдем ұқсамайды. Өте сабырлы, көркем мінезді адам деуге болады. Ал сіз үшін Боло Йен қай фильмімен есте қалды? Пікірге жаза кетіңіз және лайк, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.